Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? 14-ші дәріс тақырыбы музыка арқылы тілдік және сөйлеу дағдыларын дамыту. Жалпы музыка баланың тілдік және сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда маңызды құрал болып табылады. Мысалы, ән айту, өлең жаттау, музыкалық ойындар мен жаттығулар орындау арқылы баланың сөздік қорын, сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға болады. Дыбыстарды дұрыс айтуға, тілдік қабілетін жетілдіреді. Музыканың тілдік және сөйлеу дағдыларына әсерін талдап көрейік. Ең алдымен сөздік қорды байытады дейміз, тілдік қорды. Мұнда әндер мен өлеңдерді арқылы жаңа сөздер мен сөз тіркестері балалар оқып таниды. Одан кейін дыбыстау мәдениетін дамыту дейді. Бұл жерде әуенмен айтқанда балалар сөздерді дұрыс, анық айту дағдылары қалыптасады. Сол сияқты сөйлем құрылысы мен интонациясы меңгереді. Яғни әнде сөздер әуен мен ырғаққа сәйкес айтылатындықтан интонациялық ерекшеліктер дамиды. Есту қабілетін жетілдіру іске асады. Яғни әуен арқылы дыбысты ажыратады, үндестік пен ырғақты қабылдау жақсарады. Музыкалық әдістер арқылы сөйлеу дағдыларын дамыту. Бұл жерде, мысалы, ән айту арқылы балаларға, мысалы, сөздерді дұрыс айту, дұрыс тыныс алу дағдыларын қалыптастыратын болады. Және ән айту жаттығуларын орындау арқылы, тіл ойындары арқылы музыкамен үйлестірілген сөздік жаттығулар сөйлеу икемділігі артады. Сонымен бірге қайталама жаттау дейміз. Жаттату арқылы, қайталату арқылы әннің сөздерін естіп, қайталау, сөйлеу мен есте сақтау қабілетін күшейтеді. Сонымен бірге қимыл қозғалыс арқылы сөйлеу дейді. Яғни музыкалық қимылдар мен өлең мәтінін үйлестіру тілдің қимыл арқылы қабылдануын дамытатын болады. Музыканың сөйлеу дағдыларын дамытудағы артықшылықтарына келетін болсақ, ең бірінші балалар сөздерді ырғақ пен әуен арқылы жеңіл, тез үйренетін болады. Сонымен бірге ән арқылы, олар ән айту арқылы сөйлеу мәдениеті мен әуендік интонациясы жетіледі. Сонымен қатар музыкалық ойындар тілдік қарым-қатынасқа қызығушылығын арттырады. Музыка арқылы сөйлеу дағдылары мен дыбыстық есту қабілеттері бірте-бірте жетіледі. Қолдану үлгілері қандай? Мектепке дейінгі балаларға арналған әуенді тіл ойындарын ойнатса болады, және ән айту арқылы жаңа сөздерді үйретуге болады. Сонымен бірге қысқа музыкалық қойылымдарда мәтінді қайта-қайта қайталату арқылы. Сонымен бірге ритмдік жаттығулар арқылы сөздерді дұрыс айту дағдыларын қалыптастыруға болады. Жалпы, қорыта келе, музыка арқылы балалардың тілдік және сөйлеу дағдыларын дамыту баланың коммуникативтік қабілеттерін ең алдымен жетілдіретін тиімді әдіс болып табылады. Ән айту, әуенді ойындар мен жаттығулар балалардың тіл байлығын, дыбыстық естуін, интонациялық сезімін және сөйлеу мәдениетін дамытады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.